Армысыздар достар. Тамыз айының ортасынан былай қарай жүзімдер піседі. Сол уақытта аралар, шыбындар қаптап жүзімдерді тесіп тастайды. Мінекей достар, сондай шабуылға ұшыраған бір жүзімді көрсетейін. Мінекей көрдіңіздер бе? Мына ара ұшып жүр. Осындай аралар мінекей жүзімге қонып, ортасын тесіп, ішіндегі шырынын ішеді. Өте обал, көрдіңіздер ме? Әп-әдемі жүзімдерді осылай құртады ара дегендер. Міне, мынандай болып қалады. Сондықтан достар, біз жүзім піседі-ау деген пока мінекей мына жерде әлі қышқыл, әлі толық піспеген, сондықтан бұл жүзімнің дәмі әлі қышқыл болып тұр. Аралар бұған әлі жақындаған жоқ, осындай жақындамаған күйде біз оны қорғау керекпіз. Ал оны қорғауға достар, мен кәдімгі мынандай дәке, марля дейді ғой орысша, осыны қолданамын. Әрқайсысын жеке-жеке ерінбей осылай байлап шығамын. Сол кезде, қараңдаршы, мына бір лаза, мына бір лазадан шыққан мынандай жүзіміміз сау болады. Көрдіңіздер ме? Мынаны енді ара жеп кетсе обал ғой, шыбын аралар жеп кетсе обал ғой. Сондықтан осылай байлап шығамын ерінбей. Мінекей достар, осылай жасап қойдым. Міне арада келіп жатыр, кіре алмай жүр. Осылай жүзімдер, үлкен жүзімдерді осылай байлап қоямын. Содан кейін бұны тағы қорғауға кәдімгі капроновый колготкилер бар ғой. Капроновый колготки. Шағындарын соған кигізіп қоя салса болады. Содан кейін одан да шағындарына қазір көрсетем. Мінекей достар, жыртық колготкилеріңіз болса, оны тастамаңыздар, жуып осылай кигізіп қойса болады. Содан кейін мінекей тағы бір қорғану тәсілі, мандарин, шетелден келетін жеміс жидектердің сыртына кигізілетін осындай қаптамаларын шағын жүзімдерге кигізіп қойса болады. Бұл да араны кіргізбей өзінше бір қорғап тұрады. Ал достар, мен осылай қорғаймын. Сіздер қалай қорғайсыздар, оны пікірге жазып кетіңіздер. Айнұрдың саяжайының жүзімдері бұл. Арнамызға жазылып, лайк басып пікір қалдырыңыздар.